Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын сосиска тесті рецептімен бөліспекпін. Керек ингредиенттерді төменге жазып қоямын. Бісміллә деп бастайық. Ең алдымен ыдысқа 300 мл жылы сүтімізді құямыз. Оны үстіне жарты шай қасықпен тұз және 3 ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ашытқымызды саламыз. Және тағы да араластырып 50 грамм күнбағыс майын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан үккіштен өткізілген ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қамыр шығады. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, 1,5 сағаттай қоямыз. Міне қамырымыз толықтай көтерілді. Қолымызды майлап, қамырды ыдыстан алып, оқтаумен шаямыз. Яғни дастархан ұн сеуіп керек емес, жабыспайды. Оқтаумен жайғанда қалыңдығы 3-4 мм болатындай қылып жайып шығамыз. Енді қамырды видеода көрсетілгендей жолақтарға кесіп шығамыз. Сосискамызды алып, ораймыз жақсылап. Табамызға пергамент қағазын төсеп қоямыз. Сосиска тестелерімізді саламыз. Өте оңай жол, рецепті өте дәмді болып шығады. Енді бір жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-40 минутта пісіреміз. Пештеріңіз міндетті түрде қызып тұру керек. Міне сосиска тестеміз дайын болды, жұмсақ өте дәмді. Сіздермен болған жан сая, егер видео рецепт ұнаса, лайк басып, достарыңызға бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.